Бүгін үй жағдайында өзіңізде өттің іркіліп, дұрыс жүрмей жатқанын қалай анықтауға болатыны туралы айтамыз. Яғни, талдаулар тапсырмай-ақ қандай белгілер арқылы күмәндануға болатынын бірге қарастырамыз. Сонымен қатар өттің ағуын жақсарту арқылы денсаулықты қалай қолдауға болатынына да тоқталамыз. Өттің негізгі қызметтерінің бірі ағзаны уыттардан тазарту ғана емес, сонымен қатар ішектің жұмысын белсендіру. Өт аш ішектің бастапқы бөлігіне түскен кезде перистальтика күшейіп, ішектің қозғалысы жақсарады. Қалыпты жағдайда үлкен дәрет күн сайын болғаны дұрыс, бастысы іш қату болмауы. Өт іркілген кезде ең жиі байқалатын белгілердің бірі іш қату. Кейде керісінше іш өтуі де мүмкін. Бұл әсіресе өт қабына ота жасалған адамдарда жиі кездеседі. Себебі өт жеткіліксіз бөлінген кезде тағам, әсіресе майлы ас, толық қорытылмай қалады. Соның салдарынан майлар дұрыс сіңбей, іш өту түрінде сыртқа шығып кетеді. Ең жиі байқалатын өзгерістердің бірі ас қорытудағы жайсыздық. Әсіресе майлы тағамнан кейін іш кебіп, ауырлық сезімі пайда болып, кейде лоқсуға ұқсас күйдің мазалауы. Уақыт өте тәбетте төмендеп, ауызда ащы дәм сезіле бастайды. Мұның бәрі өттің жеткілікті бөлінбей, майларды қорыту процесіне толық қатыса алмай жатқанын аңғартады. Дәл осы уақытта тағам аш ішектің бастапқы бөлігіне өтіп, өт пен ұйқы без ферменттерінің көмегімен қорытылуы тиіс. Ал өт жеткілікті бөлінбеген кезде бұл процесс баяулап, ас толық қорытылмай қалады. Соның салдарынан жүрек айну, таңертең аш қарында жайсыздық сезіну, кекіру, кейде өт аралас құсу сияқты белгілер байқалады. Өттің тағы бір маңызды қызметі бауырда жиналған уыттарды байланыстырып, оларды ішек арқылы сыртқа шығаруға көмектесу. Егер өттің ағуы бұзылса, бұл уыттар ағзада жиналып, жалпы әлсіздік пен жайсыздық тудырады. Соның әсерінен таңертең жүрек айну, бойда әлсіздік, екіру, ауыздан жағымсыз иіс шығу сияқты белгілері болады. Өт іркілуінің жиі кездесетін белгілерінің бірі тілде сары қабаттың пайда болуы және ауызда ащы дәмнің сезілуі. Бұл көбіне екі түрлі себепке байланысты болады. Біріншісі, өттің асқазанға кері тасталуы, екіншісі, өт қышқылдарының қанға сіңіп, дәм сезу рецепторларына әсер етуі. Сонымен қатар іштің кебуі, газ жиналуы, метеоризмде жиі кездеседі. Өт жеткіліксіз болғанда тағам толық қорытылмай, ішекте патогенді бактериялар көбейеді. Бұл газдың көбеюіне іштің қампайып кетуіне әкеледі. Көп жағдайда бұл тамақтан кейін бірнеше сағаттан соң байқалады. Оң жақ қабырға астындағы тартып ауыратын, шаншитын немесе сыздап ауыратын ауырсынуда өт іркілуінің маңызды белгісі. Бұл ауырсыну әсіресе майлы тағамнан кейін немесе денеге күш түскеннен соң байқалады. Кейде жүгіру кезінде оң жақ бүйірдің шаншуы да осыған байланысты болады. Өт іркілген кезде кейде тері қышуы пайда болады. Қышу нақты бір жерде емес, бүкіл денеде кезек-кезек байқалады, әсіресе кешке немесе түнде күшейеді. Бұл да қанға түскен өт қышқылдарының әсерінен болады. Сонымен бірге бетте безеу, бөртпе, іріңді қабынулар пайда болуы. Өттің дұрыс бөлінбеуі уыттардың ағзада жиналуына келіп, тер бездері арқылы жағымсыз иіс шығуына себеп болады. Терінің құрғауы, пигментті дақтардың пайда болуы, көз айналасындағы ақ түйіншектер, яғни сантилазмада өт алмасуының бұзылуымен байланысты. Сонымен қатар өт іркілуі көп жағдайда бас ауруымен, мигренмен, уындардың сыпырлауымен байланысты. Майлар мен маймен бірге сіңетін дәрумендер, А, Е, Д дәрумендер мен омега-3 ағзаға дұрыс сіңбесе, тері қорғап, дәрумендер қабылдаса да олардың әсері байқалмайды. Өт іркілуінің маңызды белгілерінің бірі нәжістің өзгеруі. Қалыпты жағдайда адам күніне 1-2 рет үлкен дәретке барып тұруы керек. Нәжістің түсі орташа қоңыр, пішіні қалыпты, шұжық тәрізді болып, тым өткір иіс шығармауы тиіс. Сондай-ақ ол суға батуы керек. Осындай белгілер ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын көрсетеді. Егер нәжіс ашық, сарғыш, сұр, қызғылт немесе ақшыл болса, бұл өттің жеткіліксіздігін көрсетеді. Егер нәжіс су бетінде қалқып тұрса, немесе унитаз қабырғасына жабысып қалса, бұл майлардың дұрыс қорытылмай жатқанын білдіреді. Осы белгілерді бақылау арқылы адам өзінде өттің іркілуі бар жоғын шамамен анықтай алады. Симптомдарды байқап, нәжістің түсінген күйін қадағалау өзін-өзі тексерудің қарапайым тәсілі. Өттің дұрыс ағуы денсаулықтың маңызды негіздерінің бірі, ол буындардан бастап шашқа дейін бүкіл ағзаның жағдайына әсер етеді.
Жоғарыдағы белгілер жиі қайталанса, бұл өттің жүрісі баяулағанның екенінің жанама көрсеткіші. Мұндайда тек белгілерді бақылап қоймай, дәрігерге қаралып, УЗИ сияқты тексерулерден өткен дұрыс, сонда нақты себебі анықталады. Көп көрермен доктор Берг арнасын жазылусыз бөледі. Ал жазылу дәл осындай пайдалы, шынайы, қазақша медициналық контенттің жалғасуына үлкен қолдау. Егер сізге ыңғайлы болса, дәл қазір жазылып, бұл видеоны жақындарыңызға жіберіңіз, бір адамға болсын, пайдасы тисін. Берік болыңыз, бірге болыңыз.